Құрметті көрермендер, әдеттегідей біздің жаңа күн бағдарламасының бүгінгі қонақтарымен танысып болайық. Сонымен студиямыздың бүгінгі қонақтары Шарапат этнорок тобының мүшелері Есбол мен Ернар. Қазақ өнеріне электрожетіген аспабымен бірге жаңалық болып келген Шарапат тобы Таңжарбай атты бейнебаян түсірді. Олар осыдан бір жыл бұрын халықаралық The Spirit of Tengri атты фестивальде алғаш рет тұсауын кескен болатын. Ал жігіттер, студиямызға қош келдіңіздер. Қайырлы таң. Жақында фестивальға қатысыпсыздар. Көпшілік көрермендердің көңілінен шығыпсыздар. Халық қалай қабылдады жалпы? Енді мынау осы жақында ғана өткен The Spirit of Tengri атты фестиваль өтті. Осы жақында ғана. Әрине халық мынау көбінесе алдымызда ғана құрылған осы Алдаспан деген группаның екіншісінен құрылған. Ол жерде электронды домбыралар болатын болса, бұл жерде біздің Шарапат тобының өзінің бір ерекшелігі осы мына электрожетігенді қостық. Енді сол әрине сахнада жақсы қабылдады. Әсіресе осы жетігенді көрген кезде көп халық кәдімгі өздерінің назарын аударып қарайды кәдімгі. Бұл электрожетіген, электрлік. Халықтың ықыласына келетін болсақ, әрине осы қазағымыздың намысын қорғап шыққаннан кейін кәдімгі қошеметін аямады. Керемет, жақсы жігіттер. Енді сіздер мына қазақтың жезүнді жетігеніне осындай жаңаша үн беріп электронды жетіген ретінде сахнаға алып шығып отырсыңдар. Жалпы көрермендердің тарапынан осыған қатысты сын айтылған жоқ па? Енді бұл электрожетігенді айтатын болсақ, бұл жерде ешқандай өзінің үнін жоғалтқан жоқ. Өзінің үш дыбыс шығаратын өзінің күші бар. Біріншісі ол жаңағы кәдімгі жетігеннің өзінің дауысын береді. Екіншісі кішкене анау музыкалық тілмен айтқан дисторшн дейді ғой. Кішкене ана дыбысын ауырлатқаннан кейін, одан кейін тағы да үшінші өзінің бір тағы несі бар. Ол тіпті рок жанрындағы дыбыстар қолданады. Ал бұл көбінесе енді біз мынау этнорок болғаннан кейін мынау қатты рок та емес, жеңіл рок дейді ғой енді. Жеңіл роктың көлемінде аламыз. Ал жетігенге келетін болсақ, ол Аллаға шүкір, әзірге ондай сын ескертпелер естілген жоқ. Жақсы. Яғни өзінің негізгі дауысын сақтап қалған. Негізгі дауысын сақтады, иә. Жақында бір жинақтарыңыз жарық көріпті, сал серілердің әндері жазылған екен. Ал енді болашақта жаңа әндер, заманауи әндер осы аспаптармен жазылуы мүмкін ба? Бәріміз консерваторияның қабырғасынан шыққаннан кейін жаңа біраз инструменталды музыкада ойнағымыз келеді деген сияқты. Сол сияқты осы алдағы уақытта осы аспаппен инструменталды техникалық жағынан қиын бір шығармаларды ойнасақ деген ойлар бар. Осы жақ былтыр ғана өзіміздің Сарыарқа атты үнтаспамызды шығардық. Бұның ішінде жаңа сіз өзіңіз айтып отқан бүкіл сал серілердің әндерін кіргізіп, ішінде Кенен атамыз бар, халық әндері де бар. Одан кейін Сарыарқа деп атаған себебіміз, бұл жерде Ақселеу Сейдімбеков ағамыздың Сарыарқа деген әні бар. Соған байланысты соның құрметіне арнап, бір жағынан енді қазақ өзі даласымен, өзінің жерімен мақтанады. Сол сияқты ортақ ұғым ғой Сарыарқа деген жалпы қазақтарға. Ұғым болғаннан кейін Сарыарқа атты ән жинағын шығарып, арнайы сіздерге солай ма? Арнайы сіздерге алып келдік. Қандай бақыт. Рахмет. Ал енді шетел түгіл біз өзіміз таңғалып жатырмыз, қазақтаршы осы аспапқа, керемет. Ал сіздерді таңғалдырған сол фестивальде басқа елдердің аспаптары немесе басқа қандай таңғалдырған жайттар болды ма? Әрине болды ғой, мынау түрік елінен келген Бабазула деген топ бар. Оларда кәдімгі өздерінің ұлттық аспаптарын мынау электрондық түрінде шығарған оларда. Сол сияқты оларға да қызығып қарадық. Түріктерде осындай негізі осыған ұқсас жетіген аспаптары бар. Бірақ енді олар әзірге электронды түрін шығармапты. Енді әлемдегі бірінші инструмент осы. Керемет. Жетіген. Мына жинақта бар шығар, Таңжарбай, Сарыарқа, Көкшолақ сынды композициялар белгілі, этно-рок стилінде орындап жүрсіздер. Көрермендердің, тыңдаушылардың пікірі қандай? Пікірі жақсы. Түп нұсқадан түп алшақтамаймыз. Жаңағы өзі қалай бар, солай орындаймыз сол мәнерінде. Тек былайша айтқан кезде жаңағы аранжировкасы бөлек болып келеді жаңағы. Өңдеу. Басқаша өңдеп, соны жаңағы біздің мақсатымыз сол халықты осы жаңа бағыт арқылы қайтадан өзіміздің дәстүрлі өнерге алып келу, былайша айтқанда. Заманауи тұрғыда. Заманауи тұрғыда, иә. Жақсы, керемет. Енді жігіттер, осы жерден әңгімемізді үзе тұрып, тілшілеріміз дайындаған бейнесюжетке назар аударайық. Одан кейін қайтадан студиямызға оралатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Мінекей құрметті көрермендер, біздің бүгінгі студиямыздың қонақтары Шарапат этно-рок фольклорлық ұжымының мүшелері Ернар мен Есбол. Қош келдіңдер тағы да. Тағы да қайырлы таң дейміз жігіттер, студиямызға қош келдіңдер. Жаңа ғана өздеріңіз сөздеріңде айтып өттіңдер, жаңағы түрік елінен келген Бабазула тобы да өздерің де мысалға қазіргі кезде өздерің ұлттық аспаптарына осындай жаңа үн беріп, жаңаша түрде шығарып жүр. Енді негізі қазақ фольклоры мен осы этнографиялық мұрасын жаңа әлемдік үрдіспен, яғни мына поп музыкасымен байланыстыруға құқылы маман қандай қабілеттерге ие болу керек деп ойлайсыңдар? Ол жаңа міндетті түрде біріншіден жаңа профессионалдық музыкалық білім болу керек. Жаңа аспаптардың мүмкіншілігін білу керек. Осы жаңа консерваторияның музыкалық оқу орындарының қабырғасында оқытылатын жаңа көптеген инструментоведение деген сабақтар бар. Соның қызметі өте зор, былайша айтқанда. Қолдана білу керек осы. Аспаптың мүмкіншілігін қолданып, артық болмау керек, кем де болмау керек. Соның өзінің бір ортасы болады. Соны қолдана білу керек жаңа. Сендердің құрылғандарыңа 1 жыл болыпты, иә? Иә, Жалпы ұсыныс қайдан түсті? Топты құрайықшы деген кімнен түсті? Бір-бірлеріңді қалай таптыңдар? Иә. Енді мынау Нұржан ағамыз жинады негізі. Топ құрылайын деп жатыр. Ішінде электро жетігені бар, домбырасы бар. Соған қатысуға қалай қарайсыңдар деп ұсыныс түсті бізге. Содан енді әрине мынау жаңалық болғаннан кейін неге ұсыныс түсіп тұрғаннан кейін оны қалай теріс айландырып қайтарып жібересің деп ойладық та, соның бәріміз басымыз бірігіп осындай топ, Шарапат тобы құрылып, енді 1 жыл енді тай-тай басқан бала болып жүріп келе жатырмыз. Жігіттер, енді алдағы жоспарларыңызбен бөлісе отырсаңыздар, жалпы еліміздің басқа да өңірлеріне барып концерт беру ойда бар ма? Біздің жоспарымыз негізі өте көп. Мынау енді жаңа айтып кеттік қой, барлығын жаңалық деп. Енді осы жаңалықты енді бүкіл қазақ елімен бөлсек деген өзіміздің бір ойымыз бар. Мынау енді алғашқы мынау концертімізді осы киелі Маңғыстау өңірінен бастасақ деген бір өзіміздің ойымыз бар. Енді бүкіл елді аралауға әрине кімнің арман емес. Сол сияқты бүкіл қазақ елін аралауға жоспарымызда тұр алдыда. Ал енді мынау патриот деген ұғым өзі жалпы кең ұғым ғой. Алыстан іздейміз. Мінекей нағыз ұлтжанды азаматтар біздің бүгін студиямызда қонақта. Иә, қасымызда. Ендеше, иә, ұлтжанды көрермендерге не айтасыздар? Таңғы тілектеріңіз. Жаңа күн бағдарламасына тек қана осындай творчестволық табыс тілейміз. Жана берсін, еңбектеріңіз жана берсін. Ал көрермендерімізге айтатын болсақ, мынау жаңа күнді әр уақытта үзбей қарап жүріңіздер. Таңдарыңыз әр уақытта шапағатты, шуақты ата берсін. Міне осындай әдемі тілектен кейін сіздердің әдемі әндеріңізді тыңдайық. Ой,